Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге KineMaster арқылы видеоңызды қалай монтаждауды, өңдеуді көрсетемін. Ол үшін Play Market'тен осы программаны жүктеп алыңыз. Содан кейін осы программаға кіресіз. Кіргеннен кейін осындай терезе ашылады. Ортасындағы плюсті басамыз. Мен Инстаграмға, ютубқа видео салғым келсе, осы размерлердің біреуін таңдаймын. Мен ютубқа салатын болғандықтан 16:9 размерін таңдаймын. Содан кейін сразу галереяңыздағы видеолар осы жерде шығады. Сол видеоның біреуін, монтаждайтын видеоңыздың біреуін әкеліп саласыз. Мысалы, мен бір видеоны салдым. Осы видео қазір қараймыз. 13 секунд, өте жылдам. Осы видеоны мен скоростын баяулатқым келеді. Баяулатып қоямыз. Сосын дауысын өшіріп тастауға болады. Дауысын өшіреміз. Енді қараймыз. Міне, жай болып жатыр. Осылай. Енді осы видеоны дауысын өшіріп тастадық қой. Енді микрофон мен дауыс жазсаңыз болады. Мен қазір запись жазып отқандықтан бұл жерде болмайды екен. Енді слойға барып, қазір мен YouTube каналға салатын болғандықтан соны қаптал жағында подписаться етіңіз дегенді саламын. Ол үшін галереяға барамын. Барғаннан кейін бір осы видеоны алып келем. Подписаться деген осындай футаждарды ютубтан жүктеп алсаңыз болады. Осыны алып келіп шетке қарай қоямыз. Енді осы жерде сол жақта световой ключ деген бар. Соны барып включить дегенде басам. Сол кезде манағы жан жағындағы жасылдар жоғалып кетті. Қызылдың өзі қалды. Енді видеоны қайтадан қараймыз. Бұның дауысын шығаруға да болады. Дауысын шығарып қойсақ болады. Сосын осыны соңғы жағына қоюға да болады. Осы футажды видеоны. Соңғы жаққа да қоюға болады. Слойға кіріп әртүрлі текст жазсаңыз да болады. Мысалы, егістікті суғару деп жазамыз. Жоғарға қарай қояйық. Әртүрлі шрифтлері бар. Анимация қылсақ болады. Әртүрлі қылып. Ол әзірге жазылмайды. Мынаны соңғы жағына дейін қойсаңыз болады. Видеоның соңына дейін апарсаңыз болады. Осылай. Енді бетіне аудио қойсаңыз болады фонына. Мысалы, мен қандай аудио қойсам болады? Қазір музыкаларды қарайық. Осыны қояйық, плюсті басып
қойдым. Енді қараймыз. Бұның дауысын шығаруға да болады шығар, енді қараймыз. Қазір музыканың дауысын шығарамыз. Бізге апарып қоямыз. Енді тексереміз. Осындай. Жоғары жағында мына удалить етуге болады. Мына Кейнмастер деген жазуды, бірақ ақша ақылы екен бұлар. Ақша төлейсіз. Осындай етіп жасайсыздар. Қысқартсаңыз болады музыкаңыздың қысқарғанына байланысты. Слойда міне сурет салсаңыз болады, стикерлер, эффект қойсаңыз болады. Болдыратып қойсаңыз болады, мозаика қылсаңыз болады. Мысалы, енді жоғары жағында міне сохранить деген батырма бар. Сонымен сохранитті басып галереяңызға жібересіз. Осылай видеоңызды өңдейсіз.